Армысыздар, ардақты ағайын. Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Балаңыз бос уақытын қалай өткізіп жүр? Әлеуметтік желідегі әртүрлі мазмұнды ақпараттарды санасына сіңірумен бе? Ал сіз мұны қалай қабылдайсыз? Бала болашағына балта шабу деп ойламайсыз ба? Иә, балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру бүгінде өте өзекті мәселе. Бұл ретте үйдегі тәрбиемен қатар аула клубтарда айрықша мәнге. Бірақ аула клубтарының ахуалы қандай? Бұл да маңызды сұрақ. Ендеше бүгін талқылайық. Егер осы мәселеге қатысты айтарыңыз болса, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне немесе Instagram парақшасына жолдаңыздар. Студиямызға замандас 21 қоғамдық қорының директоры Ләззат Алшынова ханым келіп отыр. Енді ақпарат бере өтейік. Сіз 2010 жылдан бері отбасылық аула клубтардың жұмысын ұйымдастырып келесіз. Жоба жайында өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз, біздің көрерменге де жақын болу үшін. Енді замандас аула клубтарын жобасын айтсақ, ең бірінші ерекшелігін айтқым келеді. Көбінесе адамдар ойлайды, енді аула клуб болса, ол спортпен айналасу, сондай ең бірінші. Бірақ біздің аула клубымыз ең бірінші мақсатымыз отбасымен жұмыс істеу. Өзім сол идеямды бастағанда 2011 жылдан бастап жұмыс істеп жатырмыз. Сонда тек қана балаларға емес, жасөспірімдерге, одан басқа олардың ата-аналарына көмек беру, осы тәрбие жағынан енді сондай идеямен басталды осы проект. Сондықтан біздің аула клубымыз отбасылық аула клуб деп аталады. Бұл Нұр-Сұлтан қаласында? Нұр-Сұлтан қаласында ендігі жылы 10 жыл болады біздің проектімізге. Осы 10 жылда біздің енді жеткен, көріп жатқан, көзіміз жетіп жатқан нәрселерімізді айтып кетейік. Ол осы модель өте керемет сондай дәрежелерді көрсетіп отыр. Бұл қай жақтық модель? Өзіндік модель? Мен өзім автормын осы модельдің. Өйткені көп жылдары балалармен жұмыс істедім, жасөспірімдердің. Мен жұмыс істедім, олардың енді жағдайларын, проблемаларын қалай арғартай дамытып, қандай көмек жасауға болады екен, соны ойланып, осы отбасылық аула клубымызды ашып, қазіргі күнде енді бірінші аула клуб 11 жылы ашылды, тек қана 200-ге тақау балалар қатынасады, олардың әке-шешелері, енді ата мен аналары. Одан басқа 2014 жылдан бастап біздің проектімізді қолдаған Самұрық-қазына әлеуметтік жобаларын дамыту қоры бізбен бірге жұмыс істеп жатыр. Өйткені біздің ең бірінші мақсатымыз мына көп балалы отбасылар, сосын жалғыз басты аналар болады, соларға көмек жасап, көмек болып, осындай тәрбие жағында. Бүгінгі күнде 2000-нан аса. Екінші сұрақ, бірінші сұрақ жаңа қанша адамды қамтып отырсыздар деген мәселе. Екінші сұрақ, бұрында кеңес кезінде аула клубтар деген болды. Бұл енді бізге таңсық, сондай бір жаңадан ешкім білмейтін нәрсе емес. Одан айырмашылығы не? Осы екі нәрсеге жауап берсеңіз. Сол айырмашылығы жаңа айтып отырмын ғой, ерекшілігі сол ең бірінші отбасымен, бүкіл отбасымен, ата-аналармен жұмыс жасау. Аула клуб жоқ. Көршілер, тағы не, жалпы енді салауатты өмір, бос уақыт дұрыс өткізу деген нәрсе ғой енді. Иә. Сіз ерекшелігі дедіңіз, сол жағы кішкене түсінсіз. Ерекшелігі сол ата-аналармен жұмыс істеу. Мәселе, біздің аула клубтарымызда 5 аула клубымыз бар, осы елордамызда 5-еу. Оған 2000-нан аса, 2400-ден аса бала қатынасады бүгін. 1440-қа тақау отбасы бар, солай саналады. Сонда балаларға үйірмелер өткіземіз, ол музыкалық, сосын енді жан-жақтан жаңғырту ғой баланы дамыту, оларын қосымша сабақтар. Кез келген бала бара алады ғой, сол аулада тұратын? Әрбір адам, осында ең бірінші, осы жаңа айтып кеттім ғой, сондай қандай жанұялар қатынаса алады балалар. Өйткені бәр үйірмелер тегін оларға, ата-аналарға да тегін. Ата-аналармен қандай жұмыс жасаймыз? Оларға бақытты жанұя деген клуб ашылды. Сол клубта көбінесе аналар келеді, білесіздер. Аналар ең бірінші ойлайтын, тәрбие жағынан баласын ойлайтын ана. Сондықтан біз әке аналарға көмек жасаймыз. Қарым қатынастарын қалай
дамытып, Бұл жерде көмек қандай жасап. қызметкерлер істейсіз? Психологтар Бізде жұмыс істей ме? психолог, Ұстаздар, үлкен педагог? психологтар бар. Одан басқа мына балаларға арналған көп коррекция жасайтын жұмыс бар, диагностика жұмыс, тағы басқа енді балаларды жан-жақтан жаңғыртамыз, көмектесеміз оларға. Бесеу негізі аз, қала бойынша? Бесеу аз, конечно. Ол оң жағалауда ма, сол жағалауда ма басым көпшілік орналасқан? біз енді ең бірінші ашып отырған жерлеріміз бұл жан-жағында сондай өз енді жағдайлары бүгінгі күнде төлем арқылы беретін сондай отбасылар, олардың жағдайлары жоқ, нашар болған сондай отбасыларға арналған ғой. Көп балалы аналар қасында келіп отыр мына қазір. Сондықтан мына көбінесе сондай нелерде, сондай жерлерде, мына лесозавод жағында, сосын силикатныйда аштық, сосын тағы мынау Абай көшесінде бар, Қошқарбаев көшесінде сондай Түсінікті, кейін біле жатармыз. Енді Иә. студиямызға осы клубтың тәрбиеленушісі Мейірхан Ержанұлы келіп отыр, анасымен бірге. Анасы, қош келдіңіздер. Жазира ханым. Мейірхан 11 жаста, 5 жастан бері аула клубына барады. 6 жыл болыпты барып жатқаны. Жақсы. 16 жас. Осы жылы Қазақ ұлттық өнер университетінің дарынды балаларға арналған мектебіне қабылданды. Биыл тапсырып. Бұл грантты конкурстан ұтып алдыңыздар, иә? Қалай болды сонда? Біз негізі Аула клубының көмегі неде болды? Біз негізі баланы спорт жағына бергенбіз енді. Папасы спортпен өзі шұғылданғаннан кейін. Бірақ ұлым 7 жасында, мама мен спортқа бармай, маған өнер жағы керек деді. Прям жарысқа баратын жерден өзі прям жылап, мам, мен өнер жағына барғым келеді деп не қылғаннан кейін, біз енді шынына келгенде мен 5 бала тәрбиелеп отырмын. Әр баланы әр кружокқа беру үшін ол білесіздер қазіргі жағдайда. Әркімнің қалтасына тең келмейді. Сондықтан мен енді ата-аналардан естім. Осындай жерде замандас 21 аула клубы бар, сонда барып көріңіз деді. Барып администраторына 21 деген. Барып жаңағы администраторымызға жолықтық. Солай сондай, осындай барма деп біз октябрь айында келдік. Негізі августта жаңағы қабылдап, балдарды қыркүйек айында дайындайды ғой. Сондықтан мұғалімге бардық. Мен жалғыз баламмен барғам ол кезде, бірінші рет барғанда. Осындай балам домбыраға қатысам деп жатыр. Болады ма деп едім, ұстазы мен көрейін деді. Орын жоқ, бірақ баланың қабілетін көрейін деді. Өзі отдельно бір кабинетке кіргізіп тексерді. Бір сабақ берді, осыны балаңыз бір аптада жаттап не қылсын, если іленіп кетсе, балалармен бірге біз қабылдайық деді. Содан олдан сүрінбей өтті балам. Сонымен қабылданды, 1 жыл барды домбыраға. Одан кейін уже бұл қызығушылық болғаннан кейін, прям қуанып барып жүргеннен кейін, одан үлкен балам бар. Мама, мен де барайын домбыраға деді. Жақсы, оны жібердік. Одан кенже қызым бар бұлдан кейін. Ол да, мам, ішінде не бар, қандай үйірмелер бар, біліңізші деді. Өзім 2 үлкенім 17-15-те, одан кейін 13-те ұлым бар. Және Мейірхан, бұдан кейін 9 жасар қызым бар. Бесеуде қандай кружоктар бар, мам деді. Жарайды, барып көрейік, білейік. И бір ерекшелігі маған бұл замандастың ұнағаны себебі бір бала барлық жаңағы қатысамын деген кружокқа барып қатыса береді. Бара береді. Себебі біз соның алдында мен біздің Момышұлындағы дворец школьникке бардық. Ол жерде көп балалы отбасына бір балаға бір ғана неге қатысуға болады, үйірмеге қатысуға болады. Менде енді бір баланы бересің, екінші бала уже ары қарай үшінші бала, бесінші бала дегенде оларға уже ақылы жөн болады. Содан кейін бұл жерде ұнағаны, маған балаңыз қай үйірмеге барса да, егер орын болса келе беріңіз деді. Шектеу жоқ. Шектеу жоқ. Онсы жақсы екен. Менің, даже біз қазір енді WhatsApp желісінде жүрміз ғой. Бала таңдай алады. Таңдау, спортқа келеді, оған ұнамайды. Өзі қалаған. Өзі қалаған. Тоқтайды. Міне осы неше жыл болды біз келіп жүрмін, үлкенім студент болып кеткен қыздарым да. Мама, рұқсат па? Звондап сұрайын, рұқсат па? Студентпіз. Жарайды, шектеу жоқ. Баланың қалауы болса, есік ашық. Енді Мейірхан домбырасын ала келіпті, осы клубтан үйренген өнерін ортаға салса деген тілегіміз бар. Басқа да біздің мына жақтағы, мына тараптағы қонақтарымызды әңгімеге тартайық. Мейірханның бір өнерін тамашалайды. Не үйренді екен осы клубтан, не түйгені бар екен? Ал, бәрекелді. Мен микрофонға сөйлеп ал. Микрофон айта қой. Құрмағанызының күйі адай
О, тамаша. Ал. Ой, тамаша. Бәрекелді. Бәрекелді. Енді бала тәрбиесіне қолыңыз арасында босақ балат барлығы дәл осындай Иә. аула клубтарында жақсы көмегін тигізіп жатқан шығар енді. Енді Өте бірақ сұрақ, керемет. Осы Өте күйді керемет. сол дәл сол клубта Иә. үйрендің бе әлде Иә, біз жоқ, үйде аталар үйде- үйретіп жатады? Үйде біздің беретін тәрбиеміз дұрыс жүр, Иә. үлкенді сыйла, Иә. уақытылы ұйықтау, уақытылы сабағын істе дейміз ғой енді. Иә. Ал именно осы мынау Күйді сол жерде клубтан әрине Енді Мейірханды сіздерді әңгімеге қазір тартамыз. Енді осы арамыздағы тағы бір қонақтарымызды әңгімеге тартып отырайық. Дәулет Кәрібек, Нұр-Сұлтан қаласы жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы. Қош келдіңіз. Енді Дәулет мырза, жалпы мұндай аула клубтары біздің қалада жалпы Иә, бізде- қалай дамытылады? Біздің жалпы- бүкіл Астанаға ғана емес, елордаға ғана емес, бүкіл елге керек нәрсе ғой. Әлбетте, өйткені қазіргі мынау өздеріңіз білесіздер, бүгінде енді әлем күн сайын өзгеріп жатыр ғой, Иә. әлемдегі өзгерістер, талаптар. Сондықтан да қазіргі ең басты нәрсе ол тек мектептегі не болмаса жоғарғы оқу орнындағы білім емес, ол жастардың бос уақытында қандай білім игеретіндігі, қызығушылығының неге артуы, яғни былайша айтқан кезде бос уақытының дұрыс ұйымдастырылуы. Осы рөлден келгенде осы жастар саясаты басқармасы биыл осы сәуір айынан бастап тіркеліп жұмыс жасап жатырмыз. Ең бірінші осы елорда бойынша қабылданған бұл біздің маслихатта осы аула клубтарын дамыту бойынша концепция қабылданды. Ол концепцияда ең бірінші барлығымыз жаңа айтып отырмыз ғой, бұл кеңес одағының кезінде де болған нәрсе, бірақ кеңес одағында аула клубы ол көбінесе спортпен сондай нәрсеге кетті да, ал қазіргі таңда ол біздің аула клубтардың негізгі мақсаты soft skills, яғни күнделікті азаматтың бейімділігін арттыру. Мысалы, замандастар сияқты қаламызда жаңағы самұрық қазынамен жұмыс жасайтын 5 аула клубы болса, тағы бір бізде өздерінше жеке жасайтын, жеке кәсіп ретінде дамытқан тағы да 10 шақты аула клубтар бар. Одан бөлек біздің әкімшіліктің тарапынан қаржыландыратын, жұмыс асыратын 23 аула клубы бар. Жай енді Нұрсұлтан бауырым сұрап қалды, айта салайын, бізде мысалы сол жағалауда тек бір аула клубы бар. Негізгі біздің мақсат мынау жаңағы бізде мына қалада чугунка бар, жаңағы күйген жар бар, не болмаса қаланың лесі завод бар, сол жақтарды қамту. Яғни өйткені мына жерлерде былай қарасаңыз сол жағалау анау спорт клубтары бар, жекпе-жек сарайы бар. Бір үйірмелердің тауып, бір мүмкіншілігін қарастыруға болады. Ал бірақ анау енді ешқандай спорт кешендер салынбаған жерлерде де балалардың бос уақытын ұйымдастыру керек қой. Сондықтан да біз осы мақсатпен сол шет жақтарды ұйымдастырдық. Бізде мынау Абылайханның бойындағы бір клубымызда, мысалы, былтыр 2,5 жылдай болды жұмыс жасап жатқанына робототехника бойынша бұрыш аштық. Көбінесе қазір аула клубтарының да тенденциясы, яғни үрдісі өзгеріп келе жатыр. Бұрындары көбінесе бізге ата-аналары спортпен айналсын деп алып келетін болса, қазір ата-аналар көбінесе жаңағы тігін тігу, домбыра үйрету, тоғызқұмалақ, би, яғни кәдімгі мәдени
дамуына қарата да көп көңіл бөліп жатыр. Осы мақсатта осындай жұмыс жасалып жатыр. Дәулет мырза, енді бар екенін ақпараттарын біліп жатырмыз. Рахмет. 23 деп жатыр. Көпшілігі сол үйірмелері аз аймақтарда, аудандарда орналасқан екен. Ол құптарлы дүние. Қандай проблемалар бар қазір? Ең бірінші проблема жалпы бізде, енді мен мемлекеттік қызметке жаңадан келіп отырсыз, қарап жатырмын. Яғни бізде егер бір үлкен үй соғылып жатса, енді үлкен үй көбінесе жеке компаниялар соғады, соның астынан міндетті түрде сол үйде тұратын, яғни ол аула ғой, бір үйдің адамдары, сол көп қабат үйлердің астында 150, 200, 300 квадратқа дейінгі жерлер міндетті түрде сол үй иелерінің, яғни сол квартира тұратын азаматтардың шешіммен бір ортаға айналатын қадамдар жасалу қажет. То есть ол жерде ол аула клубы бола ма, не болмаса тігін орталығы бола ма, яғни сол азаматтардың әлеуметтенуіне, бос уақытына, сосын жаңа Ләззат Елубай қыз айтып жатыр, отбасы бойынша, яғни бір-бірін танымайды ғой енді көршілер. Бұл да біздің өзіміздің дәстүрімізге қарсы нәрсе. Сондықтан да сол жерде жаңа аталар пенсияға шыққан, бір-бірімен танысып, араласып, шахмат ойнайтын, шашка ойнайтын, яғни бір үйдің ортасы open space, community центрі керек. Яғни заңдық тұрғыда біз осыны қазіргі таңда болашақта негізі осындай нәрсені ескеру керек деп ойлаймын. Бұл бірінші. Екінші, бізге жаңағы әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың орналасқан жерлері, не болмаса соларды ары қарата қамтамасыз етудің механизмдарын дұрыстау керек. Сосын жалпы аула клубын қаржыландырып, оны жекеше заңды түрде, яғни бір КГУ қылып па, ГКП қылып па, яғни өзінде ары қарата ол, яғни кез келген нәрсе әлемде қазір қай нәрсе өміршең, ол монетизацияға айналатын нәрсе өміршең. Демек, мына жағында жаңағы мүмкіншілігі аз қамтылған, не болмаса 4-5 баласы болса, енді әрқайсысына төлеп жатпайды ғой, жағдай жақсы болған адам өзіне ол қиын болады. Солар айналыса алатын болса, тегін. Екінші жағына, жаңағы қаржылай жағынан да араластыру мүмкіншілігін қарастыратын осындай форма жасау керек. Жақсы, енді тұрғындар өздері осындай клуб ашамыз десе, мүмкіншілігі бар ма? Қандай ерекшеліктермен дәл осы клубтарды түрлендіруге болады қазіргі заманда? Оны жарнамадан кейін білетін боламыз. Бүгінмен бірге болыңыздар. Сондай-ақ біздің студия. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Тақырып аула клубтары. Дәулет мырзаға тағы бір сұрақ. Осы жеке аула тұрғындары, сол тұрғын үйдің тұрғындары өздері аула клубын ашамыз десе, оларға мүмкіндік бар ма? Міндетті түрде ең бірінші ол механизм қалай? Жалпы осы эфир пайдаланып айтып кетейік, әр азамат құқығын біліп жүрсін. Ол ең бірінші сол аудан әкімшілігіне барып өтініш білдіреді. Аудан әкімшілігінде өздеріңіз білесіздер, әкімнің орынбасары болады, әлеуметтік мәселелер жөнінде. Сол жерге ең бірінші өтініш қалдыру керек. Одан бөлек екінші бізде Инстаграм бар, НС жастары, НС аула клуб деп аталады. Сол жерге берсе, біз олармен бірге ортақ шешім іздейміз. Мысалы, бір кейс айтып өтейін. Мысалы, біз күйген жерді ашқан кезде сол жердің азаматтары келді. 42-ші мектептің жанынан ашайық деді. Біз сөйтіп сол жерді аштықта біз ең бірінші тренерлар қарап таптық. Сосын жаңағы қоятын мат, не болмаса груша, енді әртүрлі ғой, мысалы, егер 9 малақтың шахматтың нелерін сияқтын біз қарастырып өзім шешеміз. Сосын жаңа ауланың азаматтары өздері де бір орын іздеу қажет. Біз тренерлардың барлығын өзіміз сосын қамтамасыз етеміз. Осындай механизм ол негізі ыңғайлы. Жақсы, енді біздің студиямызға қонағымыз да қосылып отыр. Артынша Гүлнар ханым сізге сөз береміз. Нұрбек Ерімбетов, дзюдо жаттықтырушысы, сол аула клубына жаттықтырды. Қош келдіңіз, қазір әңгімеге араласып отырыңыз. Жақсы, Гүлнар ханым, мен сұрағыңыз бар ма? Қандай ой қосасыз осы клубтарға байланысты? Бұл жерде мынандай бір проблема бар. Өйткені тұрғындары өз ашам дегендер болады. Сол тұрғын үйді салған құрылысшылардың өзі ашылып жатыр. Бірақ санитарлық норма бойынша олар төменгі қабатта болғаннан кейін ашуға оларға сынып деген бар бізде. Мысалы, кейбір нәрселерді бізде ескерту керек. Қазір Лондонда сұрап көрейікші, бізде енді азды көп шетелге шықтық қой. Көбінесе жер төлеуде. Мысалы, біз өзіміз шықтықта, мен білемін де, Германияда, Түркияда көбінесе жаңағы сокольный этаж деп аталады ғой енді. Сондай жерлерде де оларда жұмыс жасай алады. Бізге осы жағында қарастыру керек. Өйткені біз ана СССР-дің кезінде бекітілген сынып пен сыныптың кейбір мәселелері бар да, таласқа түсетін. Яғни балалардың бос уақытын дұрыс өткізу керек қой. Ол сол анау подвалда чем дайындалсын, чем далада бір жерде темекі. Егер ол бір таза, жарық, жылы жер болса, ол жердің үстінде ме әлде жер төле ма, енді ол қатты. Дәулеттің орнында мен болсам, мемлекеттік қызметкер, мен фокусты басқа мәселеге қоятын. Қандай? Ең бастысы біз дүние жүзі бойынша суицидтан бірінші орындарындамыз. Ажырасу бойынша да. Сондықтан осының алдын алу үшін балаларды тәрбиелеу,
мынау міндетті түрде уақытын бос қалдырмау. Буллингке басқаға орын алмас үшін қаражатты дұрыс бөлу керек. Қазіргі бізді уақытта келесі жылы мына мемлекеттік программа бойынша, бағдарлама бойынша балаларға жан басына шаққандағы мына ақша бөлінеді, қаражат, сертификат ретінде. Сол мәселені көтеріп, іс жүзіне жасау керек. Қазіргі уақытта мына карантин пандемия кезінде біз көріп жатырмыз. Балалардың барлығы интернетке ғана жабысып алған, олар ештемемен басқа айналыспайды, олардың психикасына зақым келеді. Сондықтан бұл жерде мемлекеттік органдар дабыл қағу керек. Неге біздер суицидтен бірінші орындамыз? Неге зорлық-зомбылық болып жатыр? Неге ата-аналар балаларына дұрыс қарамай жатыр? Әкенің рөлін көтеру керек деген мәселені күнделікті әрбір жиналыс болмасын айтып, мына жерге қаражат бөліну керек, мынаны істеу керек. Содан кейін бұл мәселе тағы бір проблема бар. Мына аула клубтарының жұмыс жасап жатқандарына кейде көңілің толмайды. Мен мысалы көп балалы анамын, кейде сол жерге жазылудың мәселесі үлкен болады. Сыртына әдемілеп жазып қояды, жарнама ретінде қаражат бөлініп жатады, бірақ шын мәнінде қалай жұмыс істеп жатырады, оның мәселесі жоқ. Сондықтан бір рейтинг болу керек. Бізде ата-аналардан сұрау керек, мониторинг жасау керек. Балаларға жасап жатқан, мына тек қана осындай бір жалғыз бала грантқа түсіп жатыр. Қалған балалардың білімінің сапасы қалай болып жатыр олардың. Содан кейін мына робототехника, басқа мәселелер қалай шешіліп жатыр. Қазақстан бойынша біз тек қана Алматы мен Астанаға қарамауымыз керек. Ауылдың баласының мәселесін көтеру керек. Ауылда балалар қалай не істеп жатыр? Олардың бос уақыт қалай пайдаланып жатыр? Осы мәселеге көбірек бөлсек, сонда ғана бұл мәселе шешіледі деп ойлаймын. Аймақтардағы енді аула клубтары кішігірім басқаша сияқты ол жақтағы мәселелер. Содан кейін қараңыздаршы мына. Мысалы, аула клубтары бойынша бізде өзі мен барлық қазақстандық кейстарды қарап шықтым. Ең үздік кейстардың бір ретінде, мысалы, Қостанайдікін айтуға болады да, яғни бізде енді көп аула клубтарында біз байқайтынымыз андай. Бірінші түсіну керек, бізде Астана қаласында, осы елордамызда азаматтар бір жерден екінші жерге квартира снимать етіп көшіп жүреді ғой. Сол кезде балалар да көп ауысады. Негізі сондай ғой, яғни сен бір балаға результат шығарып келетасың, күрестен, домбырадан, и ол басқа жаққа көшіп кетеді, квартира, пәтер алып. Сол кезде сол мәселелер бар бізде. Ал мына Қостанай сияқты орнықты тұрғындары бар жерде, тұрғындары, яғни көп енді ішкі миграция жоқ жерлерде. Оларда азаматтар, яғни бір келкі жаңағы бір неде отырады, деңгейде отырады. Осы жерде қосуға бола ма? Өз пікірімді. Сіз айтып отырсыз, мына неше аулық клуб болса да 20 шақты одан асады. Ең бірінші аула клубтың сапасына қарау керек. Онда қандай мамандар істеп жатыр? Ол жұмыс қалай жүріп жатыр? Мына мониторинг туралы айтып жатырсыз, мен соған сіздің пікіріңізге қосыламын. Мәселе біздің аула клубтарымыздың балалары ата-анасы басқа жерге, басқа қалаға көшкенде, басқа жерге көшкенде, ана балалар замандас үшін көшуге өз қарсылығын көрсетеді. Кетпейміз. Не мәселе мына қаланың шетіне көшсе, басқа жерге, олар сол жақтан бізге қандай күн болса да, қыс болса да келуге тырмысады. Өйткені неге? Біз жұмысымызды сүйіспеншілікпен балаларға осындай бақытты бір сондай орын жасаймыз. Жан жақтан біздің әріптестеріміз болсын. Ата-аналармен неге жұмыс жасаймыз? Өйткені бәріміз бірге осы бала үшін бәрін. Осы жұмыс біз жақсы көреміз осындай сөзді. Балаларымыз ертеңгі болашағымыз деп. Неге олар ертеңгі болашақ? Бүгінгі күнін ойлауымыз керек. Сондықтан біздің жаңағы комьюнити деп айтып отырсыз ғой, біздің орталығымыз, біздің моделімізді мен ұсынып отырғаным неге? Өйткені осы жылдар бойы қандай біз сапаға жеттік, қандай дәрежелерге жеттік, оның барлығы бар, көрсетуге болады. Сондықтан мемлекетке басқа енді адамдарға да айтайын дегенім, осы отбасымен жұмыс істеу, осындай отбасылық аула клуб, сондай жақсы механизм біздің мемлекетімізге. Мысалы, Дәулет мырза, сіз айтып жатсыз, әкімшілік қаржыландыратын аула клубтары бар дейсіз. Сіздікін енді Самұрық қаржыландырады. Екеуінің бюджет екі түрлі шығар, бір жыл. Сіздер қанша бір жылына бюджет? Бұл енді бюджет 5 клубына қарасақ, енді әрбір клубқа бір 20 миллионнан аса
иә жылына қаржы Мұғалімдер бар, бөлінеді. оқушылар бар, иә. Бұл сапасына байланысты. Иә. Ең бірінші Құрамына осы байланысты, проектті бастағанда, ең бірінші мен осы самұрық қазынаға енді барып попечительский совет бар ғой, солардың Иә. алдында қорғадым ғой Жобаны осы қорғаған проект. кезде. Сонда ең бірінші сұраққа қалай мынау енді жұмыс сондай жақсы жүру үшін не жасау керек? Мен айттым, ең бірінші ол мамандардан барлығы енді Солардан жақсы басталады дедіңіз сапасы ғой, иә. мамандар керек. Оларға төлемдері жақсы болу керек. Сондықтан біз сол жағынан ойлауымыз керек. мемлекеттік органда 60 мың төлейді мысалы. Вот қараңыз, мынандай нәрсе, бір Иә. 60 мың, Гүлнар Масар, мен бір нәрсе айтып кетейін. Бізде бір аула клубына қарастырылатын нәрсе ол 3-ақ миллион теңге. Жылына? Иә, жылына. Енді қараңыз, оның негізгісі ол жалақы кетеді. Біз осы басқарма ашылған кезде жалақы былтыр 22 мың теңге болған аула клубында тренерді ойлаңызшы. Иә. Біз оны 67 мыңға дейін көтердік. Үш есе Бірақ көтердік. оның өзі 3 есе көтерсек те, оның өзі негізі Иә, аздау. нарықтағы Нарықтағы өздеріңіз қарасаңыздар. ұсыныстан өте Аула төмен. клубының жетекшісі 27 мың теңге алған. Біз оны 101 мың теңгеге көтердік. Бірақ соның өзінде қаржы өскен күннің өзінде де ол санға шаққан кезде аз болып қалады. Бізде мысалы 138 тренер жұмыс жасайды. Оның ішінде мысалы Салтанат осы тележүргізуші Салтанат Бөлебаева, осы ана Василий Тақтай әлем чемпион. Олар да сияқты жігіттер де келіп жасайды. Көбінесе жаңа барлығына келіп мотивациялығында өткізіп жатамыз. Бірақ негізі осы мен айтып отырғаным сол монетизация, яғни бүкіл әлемде Ақылы қай да кезде болу. жүріп кетеді, иә. Ақылы да жүргізіледі. Бірақ енді мемлекеттік Бизнесті де тарту иә, керек қой. мемлекет міне ақылы жүргізетіндер бар. Мысалы Радуга, бар, там иә, ондайлар да бар. Ол өзі ол мемлекет қаржыландырмайды. Ол ақылы жасайтынды біз қалай қаржыландырамыз оны? Иә. Бізде көбінесе барлығы 100% тегін айналысады. Ол жер енді сондай аудандар ол жерде барлығы төлей алмайды мүмкіншілік. Нұрбек, сізді әңгімеге тартайықшы. Сіз дзюдодан бапкерсіз. Дзюдодан бапкермін. Айлығыңыз Дәулет мырза айтып кеткендей, Міне қазір енді 60 мыңға жетті осы. сіз 60 мың аласыз, бағана 30 мың деп қалдыңыз. 60 Иә, мың ең аласыз бірінші ба? бастаған жылдары 27 мың ба сондай алатынбыз. 27. Солай жүрдік шыны керек. Осы биылдан бастап Жұмыс көп көтерілді. па? 60 мың болды ма? Соның өзін Биылдан бастап иә. Алып жатсыз, Алып жатырмыз. қалай жұмыс? Иә, жұмыс Жұмыс көп па? жақсы. Қалай жұмыс істейсіздер? Енді Аптасына қанша күн? аптасына Айтып үш рет. беріңізші, немен айналысатыныңызды? Аптасына 3 рет балалар дайындаймыз. 1,5 сағат. 1,5 сағат. Иә, таңертең 1,5 сағат, түстен кейін түс группаны 1,5 сағат. Енді көбіне- Инфрақұрылым жете ма былай? Көңілден шыға ма? Паркет, Иә, татами бәрі бар ма? Кілем. бүкілі қазіргі стандартқа сай ғой қазір залымыз. Жалпы қала бойынша өзіңіз де байқайсыз ғой, басқа бапкерлерді, басқа аула орталықтарында. Ол жақтағы жағдай қалай? Енді шыны керек әр жерде әртүрлі. Ол енді қазір аула клубтар деген көбінесе анау біздің жұмыс істеп жатқан аула клубтарымыз шыны керек жан жақтан келген балалар көбінесе. Иә. Қазір көп адамдар жаңа айтып кетті ғой, Иә. келеді да квартира снимать етіп тұрады. Иә. Ол балалардың шыны керек оплата төлеуге жаңағы Шамасы жоқ. жалақымен Иә. қатысуға Иә. шамасы жетпейді. Иә. Біз сосын балаларды тегін дайындаймыз. Таңертең мысалы 10 бала, түстен кейін 10 бала. Где-то 9 бен 12 жасар балаларды. Енді залымызда сол 10 бала, 15 балаға стандартталып жасалғанды, Иә. тамаша. Енді қаланың енді осы аула клубтары жайында айта кетсек, көп жерінде жоқ. Мысалы Қосшы, Илинка деген сияқты. Сосын көп енді жағалау деген. Мысалы жағалаудың балалары біздің мына Жаннұр жаққа келе алмайды. Алыс қой. Алыс болады. Иә. Ол келу үшін автобуспен 1,5 сағат, 1 сағат жүреді. Сондай нелері бар. Дәулет мырза, осы сұраққа жауап беріңізші. Алдында дәл осы бұқаралық спортты дамытуға байланысты мәселе қозғаған кезде қалаларда фокус алу мәселесі көтерілген еді. Енді қараңыздар, мынандай нәрсе. Соның Мысалы негізінде кеше біз жасауға болады. мынау Тағы салынады деп отыр еді. бізде мынау интернациональный деген жер бар ғой, Иә. қаланың шет жағында. Сол жерде қазір фокус алынып жатыр. Лесі заводта, яғни осы 2023-ке дейін бізде қаланың айналасында 4 фокус алынады. Бір фокус Әуежай жақта бар. Иә, әуежай жақтағы фок аспанда ол ашылды. Яғни Керемет, берілді. Оның ішінде бассейн де бар, өздеріңіз камерамен барып көрсеңіздер де болады. Сондай мәселелер де бар. Сосын тура сондай фоктарды салу керек. Яғни бізде бір нәрсені қарау керек та, бұл аула клубтарының бір функциясы ауладағы азаматтарды, отбасына барлығын қарастыру болса, екінші функция біз енді жаңадан қалыптасып келе жатқан кезде мына фоктар соғылып біткеннен кейін де көп балаларды біз сол жаққа алып кетеміз. Яғни жаңағы спорт басқармасымен, басқа әріптестермен де бірлесе, сол жаңағы бассейнмен де, не болмаса үлкен залдарда да жаңағы айналысатын мүмкіншіліктер туады. Осы қаланың сырты болғанда. Яғни қазіргі тағы да айтайын. Бізде мынау бүкіл өмір осы сол жағалауда қанақ емес қой. Азаматтар оң жағалауда, алаң сыртында да жүріп жатыр. Сол азаматтардың да қозғалыстарын қарап, көзқарастарын есептеп, мүмкіншіліктерін арттырту керек та, яғни бәр жерде жағдай бірдей болу керек. Сол үшін біздің ең бірінші басты мақсат қаланың сырт жақтарында жаңа клубтарды ашып жатқанымызда негізгі сол. Қазір соларды ашып алған соң, мынау қаланың ішіне де
Енді сізге бір сауал қойыңызшы, жаңа сіз өзіңіздің сөзіңізде бұны тек қана Елорда мен Алматының көлемімен шектемеу керек дедіңіз. Бұл өте сондай ойға қонымды нәрсе. Жалпы біз көріп отырған көрермендер де сондай пікірде деген ойдамыз. Осы модельдерді біз қалай дамытуымыз керек? Бұған бір арнайы заң керек пе? Себебі бұл өте арзан, сонымен қатар тиімді механизм да, мысалы аула клубы деген. Бұл жерде айта кететін мәселе, мен бала капиталы деген ұғымды енгізу керек деп есептеймін. Бала капиталына бұл жерде қазір әйтеуір білім министрлігі жан басына шаққандағы қаржыландыру балалардың біліміне бөлініп жатыр. 400 неше мың теңге әрбір балаға бөлінеді. Біз медицина қызметіне де күнделікті мың неше теңге балаға бөлінеді. Бірақ оны шын мәнінде біз көріп жатқан жоқпыз. Цифровизация деген сол болу керек. Қанша сен невропатологқа бардың, қанша ақша кетті, реабилитацияға басқан болсын. Әлеуметтік жағынан да қорғалатын балалар. Және де мына қосымша білімге қанша ақша бөлінеді, бала бір спорт, бір интеллектуалды, бір үйірмеге бару қажет. Сонда біз көріп отырамыз, ана бала қай жерге барады, яғни атана бала сол қаржымен қай жерде жақсы береді білімді, қосымша білімді. Сол жерге барады, қаржы сол жерге болады. Сонда механизм жасаса, сонда ауылда да, мысалы бизнесті айталық, мына Шымкент жақта көбінесе Түркістанда тойханалар жасалынады. Қазір карантин кезінде бәрі жабылып жатыр. Егер жан басына шаққан қаржыландыру болып жатса, қазір көріп жатқан боларсыздар, Шымкенттің өзінде жекеменшік мектептер ашылып жатыр тойхананың ішінде. Өзім барып көріп келдім мен. Сондай, мысалы, оқушылар сарайында ашады ол тойхананың ішінде, егер балаған ақша болып жатыр. Офтейк бір контракт қой, бала барғаннан кейін, содан кейін сапасы да дұрысталады, әркім бір-бірімен бәсеке болады. Яғни қазіргі мына үлкен егер мемлекеттік бағдарламаға осыны енгізсе, сонда ауылдың баласында қазіргі мына шетелдің барлық зерттеулеріне қарағанда 1,5-2 жылға қалып қалады екен қала баласынан біліміне. Яғни соны біз реттеуіміз керек. Дүниежүзілік банкінің займы бар, биыл мысалы компьютермен қамтамасыз еткен, бірақ қамтамасыз еткен жоқ. Закуп болып карантиннің кезінде. Сондықтан болар бұл мәселені жан-жақты қарастыру керек. Егер бұл бала капиталының ұғымын енгізсе, ауылдың да жағдайы жақсарады, қаланың да жағдайы жақсарады, және де атана сол баланы апарған жағдайда қаржы сол жерге баратын болғандықтан бизнесмендер де бұл мәселеге басқаша қарастырады. Жақсы, өте орынды пікір айтып отырсыз. Шыны керек, ауыл аймақтарда аула клубының рөлін мектеп атқарады ғой. Мектептегі спорт залға бару, бол сонымен ғана шектеледі, немесе аулада басқа деген сияқты. Енді бізде кезекте қазір шетелдік тәжірибе, өйткені біз өзара кеңестік заманмен қазіргі қазақстандық сіздердің модельдеріңізді салыстырып жатырмыз. Шетелде дәл осы тәжірибе қалай жүзеге асады екен, ол жақтағы аула клубтары қандай? Енді көбінесе кәрі құрлық деген кезде Ұлыбритания, Лондонда Ғалымжан Қараманұлы, тілшіміз, әріптесіміз Ғалымжан Қараманұлы. Өздері бірігуге, бірігіп сондай комьюнити жасауға өте епті халық қой, солардың тәжірибесін көрейікші. Олар не істеп жатыр екен? Ғалымжан бізбен байланысқа шықса қазір. Ғалымжан, қайырлы күн. Ғалымжан. Иә, сіздер де таңғы айтпақшы, түсінікті. Енді Британия туралы айтып өтсеңіз, британиялық тәжірибе, аула клубтарының қол жетімділігі туралы айтып өтсеңіз. Артықшылықтары қалай шешілген? Аула клубтары барлығы үшін қолжетімді. Оларды жергілікті мэрия қаржыландырады және негізінен аз қамтылған отбасыларды қолдауға бағытталған. Мысалы, менің кішкентайларым сабақтан кейін және каникул кезінде Лондон қаласы Ислингтон ауданы мэриясынан қаржыландыратын Three Corners атты аула клубына барады. Ол жақта балалар неше түрлі ойындар ойнайды, көңіл көтереді, қатарластарымен араласады, достар табады. Бұдан бөлек жаз сайын Саммерверсти атты жазылған клубтарға барады. Балалар мұнда фильм түсіріп, қайықта жүзіп, тамақ істеп, музыка жазып, тіпті смартфон жөндеп те үйрене алады. Спорттың барлық түрлерінен үйірмелер бар. Ең бастысы мұның бәрі тегін. Әлбетте ақылы аула клубтары да бар. Мысалы, жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруға арналған лифт орталығы туралы айтар болсақ, онда 30 орындық жаттығу залы, медиа және компьютер бөлмелері, конференц залдар, ас үй және үлкен би студиясы бар. Сондай-ақ психологтан кеңес алып, жыныстық жолмен таратылатын ауруларға және адамның иммун тапшылығы вирусына тегін анализдер тапсыруға да болады. Оған кіру үшін күніне 5 фунт, яғни 3 мың теңгедей төлеу керек. Бұл Лондон үшін өте қолжетімді баға. Ал егер сіз аз қамтылған отбасы ретінде әлеуметтік көмек алсаңыз,
онда аудандық мэрия балаңызға тегін үйірмелер табуға көмектеседі. Ғалымжан, енді мынандай сауал, осы клубтарға жаңа баламда барады деп айттыңыз ғой, балаларым. Мамандарды тарту мәселесі, мамандардың деңгейі, бұл енді тек қана ақша бөліп, бір ғимаратты алу бір бөлікті, оның ішіндегі бүкіл жаңа контентті, бүкіл ұйымдастыру жұмыстарын қамтамасыз ету, ол өте үлкен қиын нәрсе. Осы жағы қалай шешілген? Әлбетте, бұл жағынан қаражат тиісті деңгейде қарастырылған, мамандарды тартуға, өйткені шынымен әлгіндей үйірмелерге білікті мамандарды шақыру үшін оларға тиісті жалақысын төлеп отыру керек. Бір айта кетерлігі, бұл жақта салық өте жоғары. Табыс салығы жалақыға 20%, 45%-на дейін төлеп отырады. Сондықтан соның есебінен осындай үйірмелер немесе аула клубтар қаржыландырып отырады. Бұдан бөлек консул такс деген бар, яғни әрбір муниципалды салық болып саналады, әрбір тұрғын пәтер иесі сол салықты төлеп отырады. Осылардың есебінен мамандар қуана балалармен жұмыс істеуге келіседі. Демек, әр тұрғын сол аула клубына арнайы бір шағым болса да ақша төлеп тұрады, Бұл негізі бізге де бұлай тәжірибеге үлкен қалаларда енгізетіндей нәрсе екен, өте жақсы идея. Аула клубына емес, бұл жерде тек жалпы бүкіл шығындарға, оның ішінде кішкентай бөлігі осындай жұмыстарға жұмсалады. Бірақ егер сіз әлеуметтік аз қамтылған болсаңыз, ондай салықтан сіз босатыласыз. Және жалақысы жоғары адамдар сіздің балаңызға осындай жағдай жасауға мүмкіндік жасалады, мүмкіндік беріледі. Сұрақтарыңыз бар ма? Иә, Ғалымжан, олай болса көп рахмет сізге. Ғалымжан, бір нәрсе сұрай салайықшы? Иә, әрине. Сіздер жүргенде. Оларда жалпы көбінесе, мысалы, этаж үйлерде орналасқан ба, не болмаса жеке ғимаратта ма, не болмаса жаңағы біздегі сокольный этаж деп айтамыз ғой, есть подвальный, есть сокольный. Солар қай жерлерде орналасқан? То есть сан нормалар қалай олардың? Бұлар жеке дара бөлек орналасқан. Бұл жақта жергілікті мэрия, аудандық мэрия бұған өте ерекше мән береді. Бізде мысалға егер бос орын болса, көп жағдайда, кей жағдайда ол жерге АЗС салады, немесе тойхана салады. Ал бұл жерде, ол жерге парк салады, сквер салады, немесе осындай аула клубтарды орналастырады. Сондықтан олар жеке бөлек орналастырылған. Жақсы, рахмет. Ғалымжан, көп табыс тілейміз сізге. Жұмыстарыңыз алға баса берсін. Ең бастысы балаларыңыз жақсы білім мен тәрбие алып шықсын. Не дейсіздер осы мәселеге байланысты? Аман сау болыңыздар. Айтайын дегенім, менің бір нем бар. 2010 жылы сол ақшта болдым. Осындай оларда Boys and Girls Club деп аталады. Сонда көрген, оларда да жеке бөлінген осындай 50-ші жылдары 4 бизнесмен салған сол аула клубын. Бүгінгі күнге дейін істеп жатыр. Сол енді жеке тұрған сондай ғимарат. Енді меценаттарға да бір айтар ойымыз бар, бизнесмендер бар. Ойлануымыз керек. Елорданың өзінен өсіп өніп, қазір өзінің кәсібін дөңгелетіп отырған. Негізі бұл да бір меценаттықтың үлкен формасы, мысалы мешіт салу, мектеп салудан бөлек осындай бір әлеуметтік құрылымдарды жасау. Соған да біз шақырамыз, бұны да бір естеріңізге алып жүрсеңіздер дейміз. Бұл жерде қаражат мәселесі шешілген деп ойлаймын. Бізде ақша бар дейсіз ғой. Қалай жұмсалып жатыр? Жемқорлыққа жол бермеу керек. Келесі жылы бізге 700 мың беріліп жатыр ма? Миллион теңге беріліп жатыр, мысалы, жастар саясатына. Соны қай жерге жұмсалады? Қалай болады? Цифровизация деген ашық бюджет болу керек. Бюджеттің барлық әрбір тиыны балаға жетті ма, жетпеді ма? Жасқа жетті ма, жетпеді ма? Ол тиын, бір тиын жетсе де, оның баланың денсаулығына, оның біліміне қандай әсер етті? Соның индикаторын қою керек. Ол ақшаны бөліп жатырмыз. Қалай не істеліп жатыр? Кімнің қалтасына кетіп жатыр? Мәселе сонда. Енді мынандай сауал, өткенде бұқаралық спорт деген мәселе талқыланды, тура осыдан бір 2 апта бұрын шығар. Сол кезде мына Елордада, Алматы қаласында, жалпы бүкіл қалаларда негізінен мынандай спорт алаңдары, футбол алаңдары салынып. Бірақ олар көбінесе бос тұрады. Балалар кеп бір сондай ойнайды. Соларға ұйымдастырса, мысалы, жаз кезінде Астанада, қыста қиындау е. Бізде ол негізі, бізде жастар саясат басқармасы, жаңағы спорт, олар ол спорт басқармасында бір қызға айтайық. Бізде биыл осы қаламызда
осы 150-ден астам парктар, скверлар соғылды. Оның ішінде 50 дейі ма, ұмытпасам парк, қалғандар сквер. Сонан соң осы қала әкімінің сонымен қатар бізде Айтым Жакупов секілді азаматтар ұсынды. Яғни парк соғып жатқан кезде қасына спорт площадка соғып кетейік. Яғни қатты қымбат емес, темірден және неден деп. Ондай нәрселер де тұр ғой бізде. Бірақ бізде енді жаңағы Гүлнар Мансұрқызы айтып қалды, яғни барлығымыз бірге өзгеру керек та. Балаларды да көбінесе сондай парктарды өткізуге, кафе ресторандардың ішіне тығылып отыру емес. Сыртқа шығып өзінің жаңа достарымен паркта, скверде жиналу керек та. Сөйтіп сол жерде жаңа балалар ойнап жүретін болу керек. Біз өткенде отбасы бақыт мекен деген жоба жасап, 120-дан астам жас отбасы қатысты. Сол кезде біз тура солай жасадық. Яғни бір баланы қойып қойдық та, проект ретінде көрдік. Сосын жаңағылар өздері жүгіруге сондайға шыққан кезде балалар ана жерде қалады да ойнайды. Яғни осындай нәрселерді бізде жаңа ақышты айтып отыр, кәсіпкерлер төртеу бірігіп, анау 50-ші жыл біз Селина игеріп жатқан кезде олар үлкен аула клубын салып жатқан. Бізге де сондайға бірте-бірте келу керек. Өйткені оны қоғам өзгеру керек. Енді Әбу-Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығы деп айтамыз ғой. Сода айтады ғой, қайырымды қала дейді. Яғни игілікті, ізгілікті қала. Ол қалай пайда болады? Ол әрбір адам жаңағы бірге қоғамның бөлшегі ретінде келіп жасап отқан кезде өзгереді. Сосын жаңағы қазіргі жемқорлық бойынша да айтып өтті. Ашық бюджет деген жемқорлық бойынша ашық тұрған сайт бар. Содан кіріп барлық бюджетті қарап отыру керек. Сосын бізде көп нәрсе дұрыс айтады, жемқорлық сен қалай, яғни мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс болады ғой. Ол ұтып алған үкіметтік емес ұйымды, не болмаса жаңағы ТО дейміз, ИП, оларды да бірге тексерген кезде бізге қоғамның көмегі керек. Қоғамның азаматтар келіп бірге айтып отыру керек. Өйткені біз тексеріп өткен болсақ, ол жеке бизнеске де болып кетеді. Дәулет мырза көбінесе осындай салауатты өмір салты, үкіметтік емес ұйымдар деген нәрсе көбінесе осы бір бизнеске айналып кеткен сияқты соңғы кезде. Енді ол мен мемлекеттік қызметкер ретінде оны сіз енді оны нақты айта алмайсыз, бірақ этика емес емес. Бірақ осындай кезде қоғам болып бірге жасау керек та, қоғам болып бірге көмектесу керек. Яғни ана ұтып алған ұйымды егер әкімшіліктің тарапынан тексере беретін болса, олар да жазады, мынау мені тексеріп жатыр деп. Енді ол жеке бизнес қой, МСБ деп айтамыз ғой. Шағын бизнес қолдау, олар да көптесем. Осындай кезде қоғам мен жаңағы билік органдары, жалпы азаматтар бірлесе жұмыс жасаған кезде ғана ол жемісті болады. Енді сол себеппен де міне студияға мемлекеттік қызмет, бізде Астана адалдық алаңы бар. Мен мысалы сол жерде менеджермін. Сол жерде мына интерактивная карта деген бар, бюджет, ашық бюджет картасы, бірақ шын мәнінде мемлекеттік органдар ол жерде ашық жазбайды. Оны сіздің бухгалтерлік бір біліміңіз болмаса, оны сіз оқи алмайсыз да. Түсіну да қиын. Не болып жатыр, қалай болып жатыр. Мына мектептің өзінде де көптеген үйірмелер тегін. Бірақ біздің балалар оған барып жатыр ма? Жоқ па? Олар жұмыс істеп жатыр ма? Элективный курс деген бар, факультатив деген бар. Оның бәрін тексеру де мүмкін емес. Білмейміз де оны. Не болып жатқан мектепке. Әрбір ата-ана баланың мектепке бергеннен кейін оған сын айтуға да қорқады. Сондықтан мына кері байланыс деген дүние болу керек міндетті түрде. Егер де мемлекеттік органдардағы азаматтар өздері мынандай мәселенің бар екенін, проблеманың бар екенін айтып отырса, сонда ғана шешіледі. Үндемеген сайын қаржы бөлініп жатады, қалай бөлініп жатады, не болып жатады, қорқады, міне айтып жатыр. Бұл бизнес оған бара беруге бола ма, болмай ма. Енді халық сауатты болу керек қой, өздері талап ету керек. Аула клубтары тек Нұр-Сұлтан қаласында ма дейді? Жоқ, Нұр-Сұлтан қаласында емес, басқа да аймақтарда бар, облыстарда да бар. WhatsApp-қа келген сауалдар. Болса, балам тіркеу үшін қайда баруым керек дейді? Әкімшілікке ғой енді, біздегі аудан әкімшілігіне болмаса, енді барлық кісілерде қазір Instagram бар ғой бізде қазақстанда. НС жастары, НС аула клуб деп жазсын да, сол жерге жазып кетсін. Дәулет Кәрібек деп мен сотовый телефоныма дейін жазылып тұр, өзім Инстаграмына жазсын, Фейсбукқа да жазсын. Ашық жазса да болады. Замандас аула клубына да барса. Сосын Инстаграмда бармыз. Ата-аналарға айта кетейік. Осындай көп балалы, сондай отбасылар болса, жалғыз басты аналар бізге келуге болады. Өйткені біздің проектіміз соларға арналып жасалып жатқан проект. Сондықтан келіңіздер, сол жерде бізбен байланысуға болады. Замандас деп терсе, Замандас деп облыстарды басқа шығады. Шын мәнінде бұл жерде қазір қараңыздаршы, карантин кезінде біз интернетке байланысты болып онлайн болдық. Мысалы сол Англияның өзінде көптеген үйірмелер онлайн жүргізеді.
пианиноны, домбыраны да басқаны да үйретуге мүмкіндіктер бар. Сондықтан Дәулет мырза, мен ойлаймын, сіздер бұл мәселені көтеріп, Қазақстан бойынша мына балалардың қазір бос уақытын тиімді пайдалану үшін интернет, әлеуметтік желіні бәрін пайдаланып, басқа бір білім ленд, қазір неше түрлі платформалар бар, сол жерде балаларға қосымша білім беріңіздер. Басқа шет тілдерін үйренсін, үйірмелерді үйренсін. Балалардың сауаттылығын ашу керек, ата-аналардың сауаттылығын ашу керек. Қазір біз көп айтып жатырмыз, репродуктивный здоровье деп, денсаулық туралы. Шетелдің барлығы дұрыс, мына ВОЗ айтқанның бәрі дұрыс деген болмау керек. Әрбір бізде білімді азаматтар болу керек, эксперттер болу керек. Олар сол шетелдің ақпаратына иммунитетіміз мықты болу керек. Барлығы шетелдің жасап жатқаны керемет екен деп айтпауымыз керек. Дұрыс. Енді қазіргі әкімдік басқарма негізінен осы жұмыстарды қолға алып отыр. Негізі елордада менің ойымша онлайн жұмыс кезінде, жүріп жатыр. Дегенмен сондай дүниені мына бүкіл республикаға тарату. Алматы мен Астанада Альфа Академия деген бар. Бақнұр Зиябеков ол ағылшын тілін тегін үйретті. Сондай жігіттерге неге көмектеспеске, неге қолдау көрсетпеске? Волонтерлар шығу керек. Жақсы, енді былай жасайықшы. Нұрбектің мысалында ғой, бұл жерде Нұрбек кәдімгі замандастан емес, кәдімгі әкімшіліктің қаржыландыруымен жұмыс істейтін аула клубының бапкері. Өзінің өнерін үйретті. Өзі айтып жатыр, кейбір жақтарда жағдай қатты мәз емес, бірақ бізде әйтеуір келеді. Басты мәселе көші-қон. Негізі өзіңіз іздеп келдіңіз ба аула клубын, әлде бапкер қазір Нұрсұлтан қаласында жұмыс табу қиын болғаннан кейін, осы жерде бір мүмкіндік болғаннан кейін кірдіңіз бе? Мен өзі бір ағаларым болған. Сол ағаларым мені таниды да, енді күрескен бірге. Сол кісілер тартты мені бапкерлікке. Енді ол кезде шыны керек, зарплатаға да қызыққан жоқпыз. Өзіміз енді бапкерлікке қызыққаннан кейін соға кеп қалдық. Осыдан бастап көрейін дедіңіз ғой. Ендігі миссияңыз қандай аула клубында? Біреулер айтады, сәл жүре тұрайын, бір жақсы жұмыс пайда болған шығар. Сәл жүре тұрайын деген. Кәдімгі Қазақтың бәрі Күтіп жүрмін деген. Балаларға жақсылап тәрбие беріп, енді үлкен мықты азамат болып кету ғой. Қатысқан балалардың бәрі чемпион болмайды. Енді ол тәрбие ғой ең бастысы. Жақсы азамат болып өссе дейміз ғой балалар. ақылы алмайсыздар ма сонда? Жоқ. 10 бала, 12 бала бесплатно. Көп балаларға бесплатно тегін қарыз. Басқа уақытта ақылы жасау керек. Басқа уақыттарда уже ақыл жасалады. Ақылысы бар, тегіні бар. Енді адам бала шағасын бағу керек қой дегенім ғой. бір мысалды айтыпсы. Енді бапкерлер негізінен әртүрлі жерде сабақ береді. Мүмкін басқа бір жерде ақылы болар, бір жерде тегін болар. Солай ғой өзі. Мектептерде мысалы арендамен алып жасайды. Ал кезегенде біздің халықтың пікіріне берейік. Халық не дейді, біздің көрермен ел не дейді? Көрейік, пікір аула білейік, клубтар бар екен, біле ме, бара ма? Білетін шығар. Ата-аналар өз балаларының сабақтан тыс бос уақытын қалай өткізеді? Үйлерінің маңында аула клубтары бар ма? Олардың жұмысы қалай жүреді? Бірге білейік. Осы үйде тұрамын. Аула клубтары бар, балаларға өте ыңғайлы. Осындай жағдай жасалып жатқанына. Бірақ мен өз балаларым әлі бармайды, кішкентай. Есімің кім? Жансая. Осы жерде тұрасың ба? Иә. Мына жерде қандай үйірмелерге барасың сен? Немесе барғың келе ме? Үйдің жанында қандай клубтар бар шығар мүмкін? Үйдің жанында би, домбыра және басқа үйірмелер бар. Мен домбыраға қатысқым келген. Ол кезде мен бірінші сыныпта оқып жүретін едім. Біз кіргенбіз, сұрағанбыз. Елордада 23 аула клубында 3,5 мыңға жуық бала тәрбиеленіп жатыр. Солардың бірі Байқоңыр ауданындағы аула клубына кіріп көрейік. Міне мынау біздің бөлмесі, музыкалық классы. Мына жерде музыка сабағы болып жатып, сосын стихосложение деген сабағымыз бар, вокал сабағымыз бар. Сонда кабинеті мына осындай сабақтар өтеді, өте көп бала. Балалар әртүрлі кезекпен жаңағы сабақ кестесімен келеді? Иә, дұрыс. Барлық балалар осы ауладағы тұрғындардың, ата-аналардың балалары ма, әлде шеттен де келе ме? Тұрғындары бар, мына жерде шеттен де келе жатыр мына жерге. Біз жаңа барып көрдік, тегін екен, ішінде түрлі үйірмелер бар екен. Сіз енді апарасыз ба балаңызды? Барып білем, қарайым. Қандай егерде менің балаларыма ұнайтын үйірмелер болса, өздерінің қатысқылары келген үйірмелеріне қатыстырам.
Жақсы, рахмет. Енді бағдарламамыздың аяқталуына да бір шамалы уақыт қалды, 4 минутта. Сіздерге түйін сөз берейік, кезек-кезек басты мәселені осы бағдарламада айта алмай кеттім ау деп, артынша өкініш болмасын. Айту керек деген нәрсені. Қандай мәселе керек, нені қолға алу керек? Дәулет мырзаға бүгін сіз көп жалпы тілек айттыңыз. кеңес айтып кеттіңіз. Жалпы мына барлық мәселені бала капиталын енгізуден бастау керек, және де жауапкершілік. Біреуі спорт, мысалы, мәдениет министрлігіне жауап береді, қосымша білім министрлігіне беріледі, жастар саясаты дәулеттер, мысалы, әкімдікке жауап береді. Сол бір адам, бір комитет жауапкер болу керек. Жауапты бір-ақ адам болу керек. Неге суицид көп? Неге балалардың тәрбиесі жоқ, білімі жоқ деген бір комитет болса, бала капиталын енгізсе, мәселе шешіледі деп ойлаймын. Жақсы, Дәулет мырза. Жалпы осы ата-аналарға да енді әлеуметтік желілерде де көп жазып қоямыз ғой. Яғни осы телефондарыңызға көп қарамай, балаларыңызға да көп көңіл бөліңіздер. Жаңа өте дұрыс айтады, бала біздің болашағымыз деп олар ертеңге қалдыруға болмайды, оны бүгіннен бастау керек. Баланың болашағын бүгіннен бастау керек. Армандарыңыздан шабыт алыңыздар. Ұсыныстарыңыз үшін әрқашан Instagram, Facebook'та ашықпыз. 3 миллион бөледі дейді, мына жақта 20 миллион деген. Енді ол кәдімгі лагердің несі ғой? Дәл осылай кәсіби спортта да кейбір кәсіби спортшыларды қаржыландырады негізі. Мен айтайын дегенім, көңіл толады деп ойлаймын, кез келген ата-ананың дәл осылай клубқа барған. Мен айтайын дегенім, бүгінгі күнде біз осы модельді ұсынып отырмыз. Сіз сияқты менеджерлер керек сияқты әр жерде барып. Ақша. Ең бірінші мына балаларымызға сүйіспеншілікпен қарау, оларды бүгінгі күнде қолдау керек. Мына мемлекет соны ойланып, мына енді президентіміздің 1 қыркүйек күні жолдауы бар ғой, сонда үйірмелер ашылсын, секция, осындай кружоктар болсын деп айтылды ғой. Сондықтан мен ойлам, енді мемлекет көңілін бөліп, балаларды ойлап, өйткені Индияның несі Махатма Ганди тәуелсіздік әкелген адам. Ол не деді? Ол өз заманында балалар туралы, мемлекет туралы осылай айтқан. Бүгінгі мемлекет балалардың бүгінгі жағдайын жасап, балалардың жағдайын жасаса бүгінгі күнде, олар ертеңгі болашақты ойлайтын мемлекет осылай жұмыс істеу керек. Бүгінгі күнін жасауымыз керек. Жақсы, Нұрбек мырза, енді қараңызшы, балалар аула клубтар дейміз ғой. Біздің кезімізде ішіне кірсең, ішінде жел жоқ топтар, жыртық паркет, домбыра, түгел емес, шахматтың кейбір нелері жоқ деген сияқты жататын. Бірақ біз жерде балалармен жиналған үшін риза болып қайтатынбыз ол жерде. Енді қазір ол жастай қызықтырамайсың ғой балалар. Ол жаққа сапалы паркет керек, жақсы бір компьютерлер керек, жақсы бассейнге қызығады олар. Сол мәселелерді аңсайсыз шығарсыздар енді. Енді аңсағанда қазіргі заманауи заман ғой қазір. Қазір іздегеннің бәрі бар балаларға. Балдар ең бастысы қызықтыра білу. Ол қызықтыра білу, ол ең бастысы сол жерде жұмыс істейтін бапкерге байланысты. Харизма керек дейсіз ғой. Жаңағы үйірме болады, үйірмеден сол өткізетін ұстазға байланысты. Жақсы, мінекей, енді болашақта осы аула клубтары дамып, осы жерде айтылған сөздер жай студияда қалып кетпей, іске асады деп ойлаймыз, жоспарлар бар екен. Барлықтарыңызға рахмет. Енді аула клубы бар екен білмеген ата-аналарға айтармыз, аулаға барыңыздар, әлеуметтік желіні қараңыздар, мүмкін сіздерде де бар шығар. Балаларыңызды беріңіздер. Енді аула клубтарын дамыту бұл тек қана Елорда, Алматымен ғана шектелмейді, бүкіл еліміздегі қалаларда дамыту қажет, балаларды тәрбиелеу керек, оларға жақсы өнер білім беру керек. Сондықтан осы аула клубтары соның бір нақты тиімді механизмі. Келесі кездескенше аман сау болайық, отбасыларыңыз аман, еліміз аман болсын.